So'ning bizdagi sol arasımızdagi kebir işler olsun, başka bir жағдайда bari жоқшылықтан шығады. Енді жаңа пенсияға деп жатыр, мысалы үйде жатып ақша алып жатырмыз мысалы. Осы Алматыда бәрі жұмыс тауып істеп жатыр. Мысалы үшін Алматыда жұмыссыз деген адамға ешкім сенбейді. Дворник болсаң да, осы орталықта охранник болсаң да, көше сыпырсаң да тоқтайды. Сондықтан мінекей бәрі үй-жай болып жаңағы Ботекөң балалар мінекей қандай ауызбіршілікпен қандай болып отыр мысалы. Енді мен де бұл жерде кімдер только осылар ғой. Иә, енді соны кеше қайтып сұрап жатырмыз ғой енді. Нағашылар. Мен анау неге талғар жаққа барып келемін, кімдер болады деп сөйтіп өзіміз ғана шомандықтар болады деп отыр. Соның өзі бір ғанибет қой. Мен кім болады? Я говорю, только сами шоманы. Никого нет. Өзіміз отырғанын келді. Енді сол енді кеп Құран оқытып, бәрі өзіміздің ішімізден шығып жатыр. Қажы керек па? Міне. Енді бармаған қажыларды қағыз береміз деп тұрмын. Аягөзден бастап, кімет Жанаттан бастап, аржағында Бексұлтан келіңдер бәрі қажылыққа дайындала беріңдер. Өзім жағдайым болмады, былтыр кетіп қалатын ма, алтын бекке айтқанда жіберетін. Жоқ, ол бәрі кетті ғой оны. Енді соған ағын денсаулықты дайындай беру керек. Барамыз десіңдер, бармаймын деген ешкім зорламайды. Былтыр кетіп қалды. Деп атқанымыз ғой. Мақсұт көкеге информация жинап беріп атқан ғой просто. Мақсұт көкемге помощнигі қасында отыр, список жасайды дейді. Қояйын ба атын? Атыңыз? Сәбит. Жаға. Сәбит или Ғабит? Сәбит. Помощнигі ғой дәл қасында отыр. Білем ғой, білем. Мен соған айтып қоямын, Сәбит. Мынандай ұмытпа десем. Ләла. Бәрін білем. Тақым бар біздің адам фамилияларын білем. Так что Сәбитке бір ауыз айтып қойыңдар, мен списокқа кіргізбедім. Жұмысым жүрсе болды жіберемін. Алла қаласа. Енді соған міне өзіміздің ішімізде анау қырақтап, өзі кератымен дейді ғой, кератымен оқып, Құран оқитын баламыз бар. Енді мынасы жаңағы бұны бәте беретін Қайрат жанымыз бар. Төрде тұратын мен құсаған жаман шал бар. Ақсақал. Ақсақал бар. Сөйтіп мінекей өзімізге жаңағы үйді толтырып отырмыз. Құран оқыту жағын бәрін біттік, жаңа сен айтқан. Енді мысал үшін жаңағыда 14 күні мен өмір өттайым. Бір екі адам бар. Ең бірінші Мұратжан деген. Әжемнің өлең шығады, аузыма облыс қаратқаным. Ол 18 майда мен өмір бақи біздің әулет, менің әкем шешемнің бірінші несі жаңағы Бәтекеннің балаларынан, мына бірінші өзінің немересі. Жаңағы үй тауық, түз тауық дейтін болады. Үй тауық, түз тауық. Өзінің үй тауығының қоразы біздің Мұратжан. Сол Мұратжан деген неғаған кезде, Мұратжанды көрген кезде ол басқа. Аспандағы айдап береді, нема айналарын жетамай отырмын ғой деп айтады. Сол жаңағы ана күбіксіп отыр, әжем сорғалап отырады жаңағы. Бірінші неменен көру керек қой, бірақ соның рахатын бәрі ақшай ғой. Әшке, соны деймін да жетамай отырған қасында Қызылорда ол уақыт. Сонда жеткізбейтін болып тұр ғой сонда. Соған бізге кім бір мәшіне тауып берді. Біз көшіп жаңағы неге мәшінеге салдық, сонда жаңағы Сунағата жақпен баратын жол жоқ. Сонда анау Теміржол жақпен шерге баратын жол бар. Ояқта жол жоқ. Мен туылғандарын айтып берсем, атқа байлап. Жоқ, тұрады, содан көшілген бар емес пе? Теміржол жақпен бар. Сол мәшіне жүрамайды ғой, Теміржолдың жағасында. Жоқ, батпақ қой, жол. Жол жоқ қой. Жол жоқ. Біз мияқтан жаңа малды көшіріп, тәтем екеуміз 2 рет көштік. Мал айдап бақтық. Ол кезде ол жаңа Мәмбетжан тәтемде қайтып сол жатқан жерін жаңа Сунағата. Қалай сексауыл, сен кіре алмайсың ішіне. Қазір Сунағатаның тұрған жері бар емес пе? Ол жердің бәрі қалың сексауыл ғой. Байлық қой, бірақ соның ортасының малмен келді. Сонда жаңағы інесінің жаңағы басына барып Құран оқып отырады. Сол жерде біздің көп балалар. Насыманның әкесі тәлей шұты көп жатыр. Сунағата жүрді, Сунақтардың қисамиден бер жағында. Сол жатыр. Көп болды. Сунағата көп
Соны айтамын да, мен туылғанда сізді қасқыр жеп қойды, қорықпайды. Yok oldu bu. Gerçekten. Сонда сіз бағасыз. Yok. Мынаны қайда жүр, мынаны қасқыр жеп қояды деп ойламайды. Botan жаңа не дейді? Армияда. Сонда біздің үйде жұмсайтын менен басқа бала жоқ. Мектеп Енді оқисың, сонда әкем барамайтын болу керек. Сонда мен үстіме сартоғымды кигізіп, басына тымағын ағылып, анау етке таптап етіп көрген жоқпын. İçinde pima сияқты етік болады. Соны кигізіп, байлап, соны Айшөміне барасың. Doğru жоқ. Анау Тәуәрдің әр босанғаны ол бір сұмдық болады. тіріліп қалады. Өліп тіріліп қалады. Сонда жаңағы біздің мен осы Айнагүл жақсы көремін. Сонда Айнагүл қасында жылап отырады. Айнагүл әжем сол енді шешесіне көткен ғой Айнагүл. Айнагүл жатқан шешем. Жетім болған. Сонда қиналғанда Айнагүл шақырады. Сонда Гауардың басында тілектер. Біздің бәріміз отырмыз ба? Не болды? Сендер текстерін де сендер тілектілеп отырады. Глицевит, жылдапшысы. Кейін көрме қалдым ол. Иә кейін. Глицин деген ол Көргенде оларда Бәрі өзі жаңағы бәрінде олардың ғана лағашыларында бар емес па? Келбетін лағашыларында бәрінде Келбетін жалпылау қолы болды. Соны ана жанның туған күні 14-ші февраль өмір ұмытатын. Үлкен құлап өндісеңдер, мен 70-те отыра бердім. Уже 71, масқара, кошмар. Сол әрбіртайым 54-ші жылы ақпанда жаңағыдай әптен жаңағы шешесін ойбайлатып, бүкіл бәрімізді аяғымыздан тік тұрғызып, әкем жаңағы атты дайындап, боранда мені мінгізіп, Көптеген бірі жерге түспейді деп апам айтты. февральдің бір қазір мысалы февраль қандай әдемі енді кейбір жылдар болады ғой жаңағы. Ол баяғы жаман еді. Ол тек қана аяқын қоймайды ғой. Күріп жесе адамды ұшырып кетеді өзі өлтіріп. Ютуб қорадым осы. Соны енді мына Сәулежанның туған күні соған сендер бір ауыз әңгіме айтуларың керек. Тост бар, сен ғой тост. Телефонын көрсетші. Ой, әпшеміз ұзақ жас берсін, әлде де 100-ге жетсін әпшеміз. В здравом уме светлой памяти деп айтыңдаршы. Қазақшасын білмеймін. 100-ге жетті, 100-ге жетпей-ақ анау үкімет, ойбай сен кім едің? Ол я так не хочу. Асықпай, асықпай айтсаң, қауын не аласың. Жоқ, светлый, мен қазіргі Құран қазақшасын соның бар ғой, светлый, в здравом уме. Соның қазақшасын ана менде жүрген. Алжастырмай. Мен былай неде отырмын ғой, осындай ғой. Сәбит бір нәрсені айтты, тілей берсеңіздер, азынан кішкене мешітте отырсыздар деп біреуді айтты. Бірақ сіздер де өздеріңіз тілей беріңіздер деп. Мен не қылсам, сөзім жетпей қалады да. Сосын айт, білмеймін, мен әйтеуір тілеймін, сөзім жетпей қалған жерін орысша тілеймін. Десем Сәбит айтады, ләлә, түрікше тілейміз, орысша тілейміз, арабша тілейміз. Айтып тілей беріңіз, Алла бәр тілді қабылдай береді. Жақсы болсын. Ақыласыңыз дұрыс болсын дейді ғой. Соғысам, бұл арада, Алла айтып өмір беретін болсам, елді ардаған аралық қазақшасын. Тағы перевод күнде. Здравым уме светлой памяти деп Алжастырмай, есімді алмай, қайрат сөйлеп жатыр. Алла өмір берсін. Қайыр сөйлеп жатыр. Осы отырған әулетімізбен Құда қаласа аман есен қауышуды Алла нәсіп етсін. Барлық жақсылықтарда үлкеніміз бар, кішіміз бар дегендей. Жақсы уақытта кездесуді Алла нәсіп етсін. Амин. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Амин. Жасыңызға жас қоса беріңіз. Әулетіміз аман болсын, басымыз бір. Мен айтайын дегенім сол еді.
Ayaklar ayıp diye baytırıyor. Deniz sağ olsun, aman bolunuz, aramızda hoş caynap süreveriniz. Men ana köşelerine kayınbekem dep baya burun aytatın goy. Şunda bäri biletsin, oyba kayınbekem özünden jas koy dep. Ya, söylep karışıp söylep falan. Жасап жүре беріңіз. Тек аман болайықшы. 18 Денсаулық болсын. Денсаулық болса бәрі болады. Тек басымыз бүтін, бауырымыз аман болсын. Biz soğan qo'shilamiz. Ya men so'ngim bor, men bәрі de bir deyim. Бұрын Күлсарас Кәте бар, Сәуләтше бар, Сабира бар, Бишара. Музыка салем. Аған сізге баратын. Tuş. O Женя siz söylегеннен кейін tuş ұрып жатыр. Кім қайда? Күлсарас Кәте қайда? Астанада тұрады қазір. Сол үйін көрмеге Астанада. Ана екінші баласы бір пәтуасы. Ну, в смысле, он журналист. Какими-то делами там занимается. Үйленбеді ме? Үлкен үйленбеді. Вырвал мать со старшей. И там держит. Непонятный какой-то бизнес. Ой, сіздер тілек айтсатын болсаңыздар, тілек айтсаңыздар. Не берейік? Мен не жинап жатырмын? Әдем болып күледі. Рано. Енді жаңағы қосып айтатынымыз, осы біздің үлкеніміз әкеміздің орнына әке болған, ағамыздың орнына аға болған, бәріміздің көшбасшымыз Дәумен Қажының қазіргі кезеңдегі үлкені Сәулежан. Сол өзі сол үлкендігіне лайық деңгейді алып жүрген. Сол дәрежеде жаңа мен айтам ғой. Жоқ, жалпы әулеттің жаңағы мен айтып отырмын ғой, жаңағы балы сияқты бірімізді жаңағы жалғап, кілей болып, кілейі, бал қосқан кілей. Сөйтіп бәріміз енді сенің оған бір-ақ ауыз сөз анадағы осы апрельде өткен тойыңызда інілерің, туған туысқандарың барлығымыз қандай мысалы сендер жаңағы сені алақандап, содан сенің кім екенің белгілі болады. Кім екеніңді көрейінші дейді ғой. Бәрі соны айтты ғой, вас, оказывается, все любят, уважают. Туған туысқандардың. Оказывается, вас так любят, брат. Первый раз вижу, чтоб снохи любили. Туған туысқандарының ықыласы, солардың бәрінің бас жиналуы, сосын жаңағы өзіңнің жора жолдастарының арасындағы беделің, бұрынғы істеген жерің бар, кейінгі істеген жерің бар. Соның бәріміз сол жерде отырып, бәрі соны айтты. Сонда сен жаңа соның бәрін өзіңнің жүріс-тұрысыңмен сонда айттым ғой, сен сәулемес неғыл дедім мен? Нұр сәулесін? Нұр сәулесі. Нұр сәулесін дедім мен. Сен осы... Тамада айтады, мен қасымда тұрғыз айтып жатсаңыз, тамада айтады. Көкеңізге барып айтыңызшы, ол нұр деген заман өтіп кетті ғой. Ол нұры құрсын ол. Нұр деген сөз, ол Аллаға теңелетін нәрсе. Ол Алланың бір аты болуы керек. 99 есімнің біреуі ол. Ол бола ма? Ол айтсаңыз. Сұлтанға оны керегі жоқ, жақсы. Анау енді маған көп сөйлеп кеттім деп жатқан несі ғой енді. Күлсін деп айтып жатыр. Ана біреуі сөйлейді, екінші жүгіріп жүр, айдан енді бәрі біледі ғой. Қалақаз призді выиграть етіп, оны мен керемес қыздарын қайсына берейін деп жүгіріп барып, мен жәндегі сыртқы жегім, мен жасты біреуге беріп кетіп барды, сөйтем, менен сұрап, это кто? Я говорю, это моя старшая снаха. Какая приятная женщина. Бір уақытта пернеш бір нәрсені алып жүгіріп бара жатса, это кто? А это Алтынбектің жена Алтушки деймін, Алтушканы бәрі біледі, Мақтың. Какая приятная женщина. Бір уақытта құралай жүр, дедектеп. Это қара шаңырақ, младший айтсам. Түкіп қойыңдаршы, түкіп қойыңдар. Ал енді келіндер, сіздер айтыңыздар, анау түсіріп жатыр. Гүлі айтып айтпаса қыздарына. Әулетіміздің әр отбасының алтын қазықтары отыр үш жерде. Солардың қасабағына қараймыз үйіне барғанда. Солар сөйлесін. Шай беретін солар. Шай беретін солар. Хасалатын солар. Сәлем болсын әке. Еліміз сау болсын, ауырмаңыз.
Арашанда өсіп жап арамызда жүре беріңіз. Біздің көшбасшы болып. Сізге қарап теңелеміз біз. Amin. Сол деніңіз сау болсын әрқашанда жүріңіз жапсыз. Nasılsın? Mağan енді Aynurcan sen айтып береді, ірет. Sen kız korkmuşsa söylüyorsun. Muratcan'ın kızı Ziko айтады ғой. Aynurcan. Вообще жасыңыз құтты болсын. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз, аман есеніз арамызда күтіп ойнап жүре беріңіз. Цифрasını айтқандар. 18. 17. Барлықтарыңыз аман болыңыздар. Өстіп басымыз тек жақсылыққа, тоймағанда жинала берсін. Әбішен ненет қана тек өстіп жақсылыққа жиналайық. Тек жақсылық болсын. Ой, атаңыз қалай Сау болсын. Дастарханымыз әрдайым қызыққа жиналсын, жайылсын. Тек тойға келейік. Үлкендеріміз аман болсын. Трижды бабуля. Енді сол әулеттің үлкені Сәуле деп отырмыз ғой, енді одан да үлкен Мұратжанның қызы. Мұратжанның көзі осы Астанадағы. Сол енді анау кешегі несін айтып жатырмын ғой. Хава неде бірінші каналда Зеректігі ғой. әбден мақтандым мынаған. Көрдің бе? Енді сол сіз қорытынды сөз айтсаңыз. Менің қыздарым да айтады ғой, как она красиво. Слушайте, она даже не путается, она у нас казахскую школу заканчивала, у вас нет, она русскую заканчивала. Құрметті менің бауырларым, Әсет көке бастаған, Қайрат көке, менің ағаларым, менің апаларым, осылай келіп, құрметтеп, осындай бір керемет әңгіме дүкен құрып, осылай бір керемет не дейтіндей Құрапа дейді. осындай не сыйлағандарыңызға рахмет. Алла разы болсын. Ең біріншіден сіздерге денсаулық тілеймін. Осылай біздің алдымызда сіздер күліп ойнап жүре берсеңіздер, мысалы айтып жатырық қой, жаңа сіз айтып жатсыз, біздің ақсақалымыз болып, ақжаулықты анауымыз болып, барлықтарыңыз енді маған сондай үлкен аға апаларсыздар ғой, жеңгелерім. Жүрсеңіздер, ол нұр үстіне нұр болады. Жаңа Әсет көке дұрыс айтты, осындай, бұл осы сыйластыққа еш нәрсе, дүниеде жететін еш нәрсе жоқ. Осы бір-бірімізді аманшылықта көріп, қуанып, бір кесе шайымызды ішіп, бір үзім нанымызды жесек, аманшылықта ең Алланың бір берген жақсылығы сол шығар деп ойлаймын. Өйткені ауызбіршілігіміз артып, қайта өзімізді әңгімелерімізді айтып, қуанып, болған нәрселерді айтып, сіздің әңгімелеріңіз қандай қызық, Әсет көке. Соның бәрі бізге өнеге ол үлгі. Енді көп рахмет. Енді туған күн келіңіздер. Бұл болмайды, өзім күтіп аламын. Енді біздің Ләлә ерекше ғой, мен өзім туылған кезде бұл кісілердің аттары аталған жоқ, Ләлә, няня, жажа болып кетті. Соның ішінде біздің Ләләміз өте ерекше. Ол қамқор, ол жанашыр, ол жаңа сіз дұрыс айттыңыз, нұр дедіңіз, нұр сәуле дедіңіз. Осы қанша мен өзім енді Құдай қаласа 48-де екем, 48 жыл мен осы Ләләнің жан жағынан нұр шашқанын ғана көріппін. Ешқандай да бір бізге бір енді арасында болмаса бір ұрсаны, бір енді ол мен ұрсу деп білмеймін, оны мен бізге ақыл айту деп. Тәрбие болдың ба? Қанша бәрімізге тәрбие берді, бәрімізге ана, бәрімізге үлгі, бәрімізге жаңағыдай бір бой түзейтіндей сондай керемет жан. Сондықтан енді Ләлә келе жатқан туған күні құтты болсын. Құдай қаласа 80, 85, 90 деген жастарды Алла тағала нәсіп етіп, жаңа өзің айтып жатсың ғой, сондай ақылмен бір жақсы есімде деп жатсың ғой, сондай болып алдымызда күліп ойнап жүре бер. Біз сені жақсы көреміз бәріміз.
Сол сіздер енді қайта біздің үйге келіп тұрмыздар. О, 14-не туған күнге келіп. 14-не келетін дейді не болып жатыр, тілек болып жатыр. Бөлмеңіздер. Ол біздің әрекетіміздің бәрі 14 күні келмеудің әрекеті осы. Ой, әпше. Неге өйттіңіз айтыңыз? Әпше қашып кетейін деп тұр. Енді біреу бір жаққа барам деп отыр, біреу бір жаққа барам деп отыр. Әркімнің өзінің бір несі бар ғой. Бас қосуда оп-оңай емес қазір. Не жақтан келіп 5 сағат жүріп келдіңдер. Бүгін қайта демалыс қой. Бүгін пробка болмады. Ол демалыс емес, ол 3 сағат 4 сағат жүріп келді. Иә. Сондай. Әулетімізде тек қана қуаныш болсын, той болсын, осындай дастарханда тек қана жақсылыққа қосылсын басымыз. Жастар көп, той бола берсін. Енді Рахмет сізге. қалтамызға теңге сап келмеппіз де енді. Ой, Бая, что? Успокойся, у меня не юбилей, тихо сидите. Мен сап келдім. Мен сап келдім. Нельзя. Мен білдім. Что, ашке болмайды мен, бүгін туған күнім емес. Ана баба жинаған Баба жақсасын сізге. Баба жинаған. Байға тұрмайды. Айғын, бүйтіп айтса, 6-4 бірдеңені айтамай тұрмын деп. Жылан сарап айт. Bir нәрсені айтайын десем, айтамай тұрмын деп. Бірақ ішіне сыймайды, айту керек şey бар. Делелерді қосып, ана барса әпшемді аяғасына әпшемді туған күні болып кетті дағыны. Қалтамызға іштеген сапай телефонда тұратын тұрда. Тастай салдым дейді. Жалко емес. Апамыздан жалко емес дейсің ба? Туған күн бола берсін. Ең бастысы ауырмаңыздар. Ауырмаңыздар. Ең бастысы ауырмаңыздар. Патшапам сияқты. Денсаулық болса, шапқылап жүре бересің. Olsun bugün күнді таңдап, рахмет саған. Мына қажекеңдерге. Жүрегіміз жарылып, қуанып, қажекеңдер келіп. Соның анау жаңағы осының бәріміздің басымызды қосып, жаңағы тойдың аяғы, тағы кешегі тойдың аяғынандай басымызды қосып. Рахмет айтамын. Ой, сіздерге рахмет, барларыңызға рахмет. Не болғандар, шекайын осындай әр жастармен отырған адам бір жасап қалады. Я ешкім қосқан жоқпын. Жалғызым нағашы жағынан да бар. Жылама. Ой. Осай? Болдым. Ені істейсің? Болды. Рахмет.